именно сіздің қолыңызда жоқ қой дейді. Сондықтан кейбір массажистерді түсінем, бірақ оның ішінде қыз балаларға айтатыным, пожалуйста, доғаныңызда қолмен массаж жасау әйел адамдарға ол өте қиын. Во-первых, біз әйел адамдар энергиямызды өзімізге жіберуіміз керек. Өзімізге ғана кету керек. Өзімізге біз енді көп нәрсе жасаймыз ғой, әйел адамдар. Бала, шаға бар, үйге жүгіріп келіп, тамақ жасаймыз, тағы да басқасы бар дегендей. Сондықтан әйел адам өз энергиясы өзінде болған жөн. Ал қолмен жасап жүрген массажистер болса, оны сол ер адамға қалдырып, сол кісілерге не қалдырыңдар, сол кісілерге беріңдер, қыздар. Ал кім жоқ, мен именно осы массажбен ғана массаж жасап күн көрем, массажист болмайды дегендер, біздің аппаратты алыңыздар да массажды жасай беріңіздер. Неге? Өйткені біздің аппараттар именно 5 түрлі массаждан құралған. Ішіндегі инетерапиясы бар, иглоукалывание, массаж гуаша, огненный массаж бар. Бүкіл мына клиентіңіздің бірінші өзіңіздің уақытыңызды алмайсыз, энергияңызды құртпайсыз и сразу выводит любого клиента на результаты. И плюс еще матку поднимает, у кого простат, мужчины, да, лицо какое становится прям гладкое, нежное, делает лифтинг лица. Девчонки, поэтому еще раз прям прошу, кто занимается, именно хочет массаж, там дополнительный заработок, четкий. Я сейчас вам один из массажа вам покажу, как можно снять быстро, дадут человеку энергию, как можно открыть все меридианы, да. Почему многие люди, очень много, да, кто-то хочет спать все время, ходит без энергии. Это все вот из-за того, что у нас нет нормального кровообращения. Вот соның бәрін мен бүгін сіздерге қазір көрсететін боламын. Вообще негізі бар ғой, былтыр Динара кім келді ғой? Ханжафер. Сол кісі жасаған маған массажды. Ұштым ғой, содан кейін білесің ғой мен. Директорская дейін жауып, Ташкентке дейін кетіп қалғанымды. Вот сондықтан біздің именно массажерлар күшті энергия береді. Кім жаңағы үлкен шыңдарды басқара масштабироваться хочет, именно осы массаждан өтіп, осы массажерді алып, даже үйлеріңізде жасасаңыздар да болады. Түсіндіңіздер ғой? Міне осылай қолдың массажы әрине біреулер айтып жатады, қолдың массажына жетпейді. Бір массажистер айтып жатады, менің энергиям күшті, мен мықты энергия берем адамдарға деп жатады. Жоқ, қыз балалар, оның ішінде энергияны өздеріңізге қалдырыңыздар. Ер адамдарға